Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қазіргі таңда хит болып жүрген курасанның рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды және сүтімізді және суымызды, кішкене ғана қантымызды салып, отқа қойып ерітіп аламыз. Міне біздің сүтіміз еріді. Енді құрғақ ашытқымызды салып, илектен өткізілген ұнымызды салып, қамыр жасап аламыз. Міне қасықты алып, енді қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Міне қамырымыз дәл осылай илену керек. Енді осының ашуы үшін 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашыды. Енді осының 120 грамын алып, осындай гелевый қызыл бояғышты қосамын. Және осылай етіп әдемілеп билеп аламыз. Енді осы бояу қоспаған қамырымызға жұқаша етіп жайып аламыз. Міне жайып алған қамырымызға осындай тоңазытқышқа салып қойған сары майымызды салып аламыз. Біз қамырымыз қатпарлы қамыр болып шығуы тиіс. Міне жайып дайындап алдым. Енді осыны жұқаша етіп жаямыз. Енді қызыл бояғыш қосқан қамырымызды да жайып аламыз. Енді оны кәдімгі қамырымызға үстіне қойып аламыз. Біркелкі тегістеп аламыз. Жандары біркелкі әдемі шығу үшін жан жақтарын мен кесіп алдым. Жан жағын кесіп алған қамырымызды дәл осылай етіп, көлемін өздеріңіз қалағандағыдай жасасаңыздар болады. Мен осылай орташа көлемдікте жасап алдым. Осылай етіп борап аламыз, және де осыны ыдысымызға салып, кішкене қамырымыз тынығып, кішкене ұлғаю керек. Содан кейін барып пешімізге салып 180 градуста пісіріп аламыз. Круассандарымыздың бетіне ештеңе жақпай пісіреміз. Міне біздің круассандар пісіп дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.